Бірде терапевт дәрігерімен неге төзу керек, ал неге төзбеу керек деген мәселені талқыладық. Сол сәтте маған есімнен еш кетпейтін бір ауыз сөз айтты. Қаламаймын. Бір нәрсені аяқтауға жеткілікті сөз. Сол сәт миымда мыңдаған дауыстар жарысып жатқандай болды. Бірі қаласаң да, қаламасаң да міндетің деп нығыздады. Бірі сенің қалауың кімге дәрі деп жатты. Үшінші дауыс бұлай болмайды деді. Әлбетте, қонаққа барғанда жегің келмегенде жемеу, достарың шақырған кешке бармау деген сияқты ұсақ түйекте қаламаймынды айту оңай. Бірақ қаламаймын деген күнделікті қарым-қатынаста орын алып жатса қалай болмақ? Түбірі жоқ сөз. Қаламаймын. Болды. Себепсіз. Ол адам саған қамқорлық жасайды, сүйеді, ал сен қаламайсың. Ал егер